Қоршаған орта дегеніміз адамзат қоғамы өмір сүретін табиғи және антропогендік орта десек болады. Қолайлы қоршаған орта дегеніміз объектілердің жай-күйі, экологиялық қауіпсіздікті және халықтың денсаулығын сақтауды, ластауға жол бермеуді, экологиялық жүйелердің тұрақты жұмыс істеуін, табиғи ресурстарды молықтыруды және тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін орта. Қоршаған ортаның ластануы бізге екіге бөлінеді: табиғи және антропогендік. Табиғи дегеніміз табиғатын жасап беретін, ал антропогендік адам жасайтын. Қоршаған ортаның ластануына судың ластануы, ауаның ластануы, озон қабатының бөлінуі, топырақтың ластануы жатады. Яғни судың ластануына бізде Қошқар ата өзенін, ғылыми ақпараттарға сүйенсек, Қошқар ата өзенін жатқызуға болады. Қоршаған ортаны қорғау еліміздің табиғат байлықтары үшін сақтау, болашақ ұрпақ сақтау. Су айдындарының ластануы бізде үшке бөлінеді: биологиялық ластану, өсімдік, жануар, микроорганизмдер, ашбеймі заттар жатады. Химиялық ластануға отты және су ортасын өлтіретіндер жатады. Ал физикалыққа радиоактивті заттар жатады және магнитті өрт жатады. Қайырлы баршаңызға, менің көркем еңбек пәнінен таңдаған ғылыми жобамның тақырыбы қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің ерекше туындысы. Менің есімім Мирзаханова Индира Мамыржанқызы. Бұл жобаның мазмұны кіріспе, түйін, негіз бөлім, үш бөлімнен тұрады. Практикалық қорытынды. Яғни түйінге келетін болсақ, бұрынғы ата-бабаларымыздан келе жатқан ою-өрнектерді мен алға қарай талпындырамын деген ойда мен сіздерге айтып кетемін. Жобаның мақсаты ата-бабамыздан қалдырған ою-өрнектердің даму тарихын, ежелгі нұсқаларын, оюлардың өрнектерді елімізде мәдени шекарасын зерттеп, әрі қарай жалғастырамын деген. Бағында айтып кеткендей, бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан ою-өрнектерді болашаққа ұйымдастырып, мен абай атамыз айтып кеттім де, жастарға сенемін деген сөзін жерге қалдырмаймын деген үміттемін. Негізгі білім: қазақтың ою-өрнектері ғасырлар бойы дамып келе жатыр. Біз негізінде ою-өрнек сөзін қалай айта аламыз? Ою дегеніміз жалпы не деген сөз? Ою дегеніміз нағыз әсемдеу, сәндеу, бір нәрсені бір күшті етіп көрсету дегенді мағынаны білдіреді. Латын тілінде аударғанда ол орнамент деген сөзді білдіреді. Бұл негізі ою қайда шықты, біздің заманымызда қалай пайда болды деген сұрақтар барлығымызға мәселе болады. Ол негізі көшпенділер тайпасымен келе жатқан құмыра, яғни өрнектер. Бұл заманымызда мәдени мұралары Андроид сақ ол үйсін. Мен Ерге Жұбакамова, 8-ші сынып оқушысы. Бүгіндегі ғылыми жобаның тақырыбы жұбатың химиялық құрамы мен адам ағзасының әсері. Кіріспе: түйе төрт түліктің төресі, ауыр жүк артылыс, алыс сапарға жегілсе де мыңқ етпейтін маңғаз жануардың қадірін көшпелі жұрт қатты білген. Айрықша күтімді қажетсінбейтіндіктен түйе табиғи жайылымда тез қонданады. Әрі оның сүті мен шұбаты медицина тарапынан емдік сусын ретінде мойындалған да белгілі. Көзін тауып өңдей білген, білсе жөні де өнеркәсіпті таптырмайтын шикізат. Міне осындай пайдасы мол мал тек әлемде санаулы мемлекеттерде ғана бар. Соның бірі біздің елімізде. Қазақ үшін түйе қасиетті мал. Төрт түліктің төресі атанған жануардың сүті ем, еті азық, жүні киім. Нардың жүнін қазақ халқы аяққа таптамаған. Тек кеудешелер мен жейделер, шекпендер мен көрпелерді дайындаған. Тіздерінің сөз тіркестері өте бай. Бұл тіркестердің қайнар көзі, түп-тұмары көне және орта ғасырлардағы бір шаңырақтың астында өмір сүрген, бір тілде сөйлеген халықтардың тілі мен солардың қаламы мен хатқа түскен жазба ескерткіштер лексикасында жатқан болуы керек. Жалпы тіл білімде түркі тілдерінің негізгі сөздік қоры базарсист лексика 10-15 ғасырларда қалыптасқандығын ғылымда дәлелденген. Тауларына жақын орналасқан. Осы жерде Нұх пайғамбарымыз өзінің кемесінде келіп аялдап тоқтағаннан кейін сол жерде тіршілік бар ма жоқ па екенін білу үшін ең біріншіден құстарды жіберген екен.
құстардың барлық босатылған құстардың барлығы ұшып қайта оралмапты. Тек қана қарлығаш қана тұмсығына жасыл жапырағын алып қайта адамдарға ұшып оралып келген екен. Сол кезден бастап қазақ халқымыз бұл қарлығаш құсын ерекше құрметтейтін құс болып санаған. Бұл құстың халқымыз ұясын бұзбайды. Себебі бұл құстың ұя салған жерін бақ қонған жер деп санайды екен. Су тасқыны бойынша біздің қазығұрт туралы аңыздар өте көп. Бізге белгілісі Нұх пайғамбар су тасқынына төтеп беру үшін кемесіне мінген кезде өзінің жақын туыстарын, аң құстарды және басқа да адамдарды мінгізген екен. Солардың аман қалуы үшін ол дұға еткен. Сол дұғасын биік таулар естігенде, биік таулар өзіне келіп тоқтағанын менмендік танытады екен. Бірақ тек қана қарапайым қазығұрт қана өзінің қарапайымдылығын көрсетіп, өзін басқалардан Халқының дәстүрлі сусындарының бірі түйе сүтінің қоректік емдік қасиеттері ежелден белгілі. Шұбат жеңіл қорытылады. Асқазан жолының бездері сөл шығаратын қасиеті бар. Қарынның сөлінің қорқыш қасиеттері күшейтіп, ішектің қызметін жақсартады. Төбет ашып, қарындағы ауруды басады. Ол қанның құрамдас бөліктеріне және қанның түзілу қолайлы әсер етеді. Қанның қызыл және ақ түйіршіктері артады. Бауырындағы зат алмасу қалпына келеді. Шұбат созылмалы гастрит ауруына шалдыққан кісілердің осы науқастан айығуына жақсы әсер етеді. Қарын сөзінің қышқылдағы төмен кісілер де шұбатпен емделіп жазыла алады. Шұбат созылмалы көлікке шыққан кісілерге де бір-бірден шипа. Шұбаттың құрамында белок, май, тағы басқа қоректік заттар сүттен ашытылатын басқа өнімдерге қарағанда мол болады. Ауада бактериялар мен вирустар толып жүр. Біздің ағзамызда олардың секунд сайын күресіп бағуда. Туберкулез ауру дендеп бара жатқан тұста. Ұстаздар, менің атымын Мұсайлова Айлин, 8-ші сынып оқушысы боламын. Сынып жетекшіміз Сейітханова Фатима Жақсыбайқызы, география пәнінің мұғалімі. Бүгін мен сіздерге осы біздің киелі Қазығұрт тауының таңғажайыптары туралы айтып беретін боламын. Біздің Шымкент қаламыздан 40 шақты жерде орналасқан Қазығұрт тауы Тянь-Шань тауларының Менің атым орындаушымен Рахматуллаева Хуршида, ғылыми журнал жетекшім Қуанышбекова Ғазиза. Ғылыми журналның тақырыбы түркі тіліндеріндегі сөз тіркестерінің зерттелуі. Мазмұны, кіріспе, негізгі бөлім, сөз тіркестерінің құрамында кейбір фонетикалық және морфологиялық өзгерістер, сөйлем компоненттерінің семантикалық құрылысы мен берілу жолдары, түркі тілдеріндегі субъект лексикалық морфологиялық белгілері, қорытынды анықтама, ескертуші тіліндегі лексика жүйесі мен сөз тіркестерінің жасалуы қазіргі түркі тілдерімен салыстырмалы танымның аспектісін қарастыруды қажет етеді. Бұл жағынан алғанда оғыз қыпшақ тілдерінде дүниеге келген деп анықталып жүрген ортағасырлық жазба жәдігерлермен тіліндегі арнайы лексико-семантикалық топтардың салыстырмалы деңгейдегі және жақты қарастырылмауы, тарихи жазбаларға қазіргі уақытта түркі тілдерінің қатыстылық деңгейінің қарастырылмауы, орта түркі және дәуірлерде өмір сүрген халықтардың тарихи мен мәдениеттерінің жазба және этнографиялық деректеріне сүйене отырып, көне орта түркі дәуірлеріндегі этномәдени орталық дәлелденеді. Зерттеу тақырыбының өзектілігі кез келген тілдің тарихын, оның сөздің қоры мен тілдің сөз тіркестерінің